Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай бар болғаны 5 минутта дайын болатын өте дәмді және өте оңай пирог дайындайтын боламыз. Ал ендеше кеттік пирогымызды жасауға кірісетін боламыз. Ең алдымен осындай бөлме температурасындағы сары майымызға қантымызды қосып, жақсылап осылай қасықтың көмегімен осылай езіп шығатын боламыз. Содан соң оның үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап осылай араластырып шығатын боламыз. Қасықтың немесе шанышқының көмегімен езсеңіздер де болады. Енді оның үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды, оған бір шай қасық қопсытқышымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң оны 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Басында осылай қасықпен араластырып алатын боламыз. Содан соң кішкене қоюлана бастаған кезде қолымызбен қамыр илеп шығаратын боламыз. Мына жерде мен айтуға ұмытып кетіп бара жатырмын. Мына жерде менде краситель, яғни бояғыш, менде қызыл түсі, яғни біреуін қостым. Сол кезде ол қою түске еніп малиновый болады. Бұл қазіргі трендтегі цветная вечеринканың сәні. Сол себепті маған малиновый түс түскесін осындай етіп әдемі түс беру үшін осылай жасадым. Сол кезде ол малиновый болады. Осылай қалдырып қоятын боламыз 20 минутқа. 20 минуттан соң алып формамызға жаңағы тестімізді аламыз. Оның шетінен кішкене алып қалатын боламыз, бетіне әдемілік ретінде. Ал осыны осылай жайып шығатын боламыз. Шеттеріне осылай бортиктерін шығаратын боламыз. Енді келесі кезекте мына екінші бөлігімізді, кішкене бөлігімізді осылай оқтаудың көмегімен жайып аламыз да. Пышақпен немесе осындай әдемі насадкамен бөлсеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауыңызша. Так, осылай бөліп шығатын боламыз. Ол осылай жасамай қойсаңыздар да болады, бірақ жаңағы айттым ғой, цветная вечеринка үшін, бетіне көрініп тұру үшін мен осылай жасадым. Енді оның ішіне салмаларын салатын боламыз. Мен осылай жаңғақтарды салатын боламын, және де грек жаңғағын, үйдегі бар жаңғақтарды салып тастадым. Және де оның үстіне мейізді де салатын боламыз. Енді өздеріңіздің қалауыңызша, әрине не салсаңыздар да, өзіңіз білесіз, басқа да жаңғақтарды, басқа да жеміс-жидектерді салсаңыздар да болады. Енді оның үстіне қойытылған, яғни сгущенкамызды салып шығатын боламыз. Бір сгущенканы, яғни бір банканы солаймен салып жіберетін боламыз. Енді оны жаңа бетіне осылай кесіп шыққан тестімізді осылай үстіне қойып шығатын боламыз. Сол кезде ол әдемі болып шығатын болады. Барлығын қойып шығамызда қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 30-35-40 минут аралығында пісіретін боламыз. Сіздердің пештеріңізге байланысты, әрине менде 35 минутта пісті. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты. Мінекей сонымен біздің пирогымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.